Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Енді сүтімізді газға қойып жылытып аламыз. Ұнымыздың үстінен тұзымызды және де қантымызды саламыз. Сонан соң үстінен аштығымызды саламыз. Енді оны қолымызбен осылай араластырып, ортасын ашып аламыз. Және үстінен сүтімізді, сонан соң сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымыздың барлығын құймаймыз, жартысынан көбін құйып алып, ең соңынан қолымызбен илеп болған соң, қалған бөлігін құйып, осылай қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны көтерілгенше бетін жауып қалдырамыз. Біздің қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді оны осылай қолымызбен жаямыз. Сонан соң ары қарай оқтаумен жайып тегістеп аламыз. Духовкамызды жағып, дайындап қыздырып аламыз. Енді қамырымызды формаға саламыз. Осылай бетін тегістейміз қолымызбен және айналасын осылай бүгіп шығамыз. Піскен кезде өте әдемі болып піседі сол кезде. Қамырымыз дайындап болғаннан кейін бетіне осылай кетчупымызды, сонан соң мен сацебеле қостым. Сол екеуін араластырып, сіздерде болмаса кетчуппен бірге майонез жақсаңыздар болады. Осылай жағып шығамыз. Үстінен фаршымызды, піскен фаршымызды саламыз. Сонан соң қызып тұрған пешімізге салып, қамырымыз қызарғанша пісіріп аламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді бетінен үкіштен өткен ірімшіктерімізді саламыз және де 5 минутқа пешімізге салып ұстаймыз. Пиццамыз пісіп дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып піседі. Дайындап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Ас болсын.